Достар, самый популярный қытайлық автокөліктердің топ-10 рейтингі енді актуальный бағалармен бірге айтамын. Жалпы қызығы сол, халықтың уже жартысы ресми мәлімет бойынша осы Қытай мәшинелерін мініп алған екен. Енді бұл не масқара дейсіз ғой? Масқара ештеңе жоқ. Тәп-тәуір қытайлық көліктер, баста менсінбей жүрміз. Міне рейтинг жасап отырмыз. 40% жаңа көліктердің нарығын жұлып тұрып алған екен, достар. Сол себепті факт остается фактым. Олай болса, бастаймыз, таяқты жерге тастаймыз. Сонымен 10-шы орында орналасқан, жалпы тек қана айдауға, просто айдап жүруге арналған өте арзан, ең қолжетімді қытайлық автокөлік Чанган Алтсвин көлігі, достар. 6 миллион теңгеден басталады екен бағасы. Ал 9-шы орында, достар, бағасы 9 миллионнан басталатын Kia K5 пен Toyota Corolla'ның альтернативасы болып табылатын стильный лифтбек Jack G7 автокөлігі 9-шы орында орналасыпты. 8-шы орында, достар, бағасы 8 миллионнан басталатын Chery Tiggo 2 Pro автокөлігі орналасқан. Ал 7-ші орында 9 миллион теңгеден басталатын жаңағы новичоктардың арасында өте популярны екен Haval Jolion автокөлігі міне 7-ші орынды жұлып тұрып алған екен. Ал 6-ші орында, достар, бағасы 10 миллион теңгеден басталатын молодежный, динамичный, өте жақсы машиналардың бірі Geely Coolray автокөлігі міне 6-ші орында екен. Ал 5-ші орында, достар, 7 орындық үлкен кроссовер, семейный кроссовер деуге болады. Бағасы 11 миллионнан басталады. Jetour X70 Plus автокөлігі 5-ші орында орналасыпты. Ал 4-ші орында, достар, өте сондай танымал автокөлік Chang'an CS55 Plus автокөлігі орналасыпты. Бағасы 11 миллионнан басталады. Ал 3-ші орынға орналасқан, достар, бізде 12 миллионнан басталатын хит продаж деуге болады. Chery Tiggo 7 Pro автокөлігі міне 3-ші орында алып, қола жүлдені иеленіп отыр. Ал күміс жүлдеге иеленген 2-ші орында орналасқан көлік ол бізде 14 миллион теңгеден басталатын ең көп сатылатын кроссоверлердің бірі де бірегейі, достар, Haval H6 автокөлігі міне 2-ші орында. Ал 1-ші орында орналасып алтын жүлдені алған, ол бізде бағасы 18 миллионнан басталатын премиум кроссовер Toyota RAV4 мен Highlander'дың альтернативасы және конкуренті болып табылатын, бағасы да сапасы да өте керемет популярный автокөлік Geely Manjaro көлігі, достар, міне 1-ші орында алып отыр. Ал, достар, мен Қазақстандағы номер 1 ақпарат атаман Айғали Тойжанмын. Маған жазылып тіркеліп қойсаңыз, келесі видеода бұдан да қызықты пайдалы ақпараттарды айтатыныма кәміл сенемін, достар. Аман сау жүріңіздер.